Достар, отбасыларыңызға кешкі асқа қандай тағам дайындаймын десеңіздер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жалқау манты немесе нан салманың бір түрі. Бұл тағамды бір дайындап берсеңіз, отбасыңыздағы балдарыңыз сізден жиі сұрайтын болады. Бұл тағамның қамырының дәмі де, салмасының дәмі де өзінше ерекше. Қамырымызды дайындап аламыз. Қамырымызды тұзды суға қаттылау қылып илейміз. Өйткені біз майымызды жағып, подлив салманың бетіне қойғанда біздің қамырымыз езілмей, daqa-daqa түсу керек. Ол үшін біз қамырымызды қаттылау қылып илейміз. Яғни тұз су дайындайсыз, тұз судан кейін жаңағы ұнымызды салып дайындаймыз. Ұнымызды 2-3 рет елгезерден өткізіп жерсеңіз, қамырыңыз өте әдемі болады. Мендегі лайфхак, мен осылай 1-2 кило құйрықты осылай дайындап, холодильникке қойып қоямын. Менің YouTube каналымда рецепті бар. Бізге керек пияз, фарш, құйрық, картошка. Жаңағы мен айтқан құйрық, картоп. Егер сізде фарш болмаса, фарштың орнына өзіңізге ұнаған етті қолдансаңыз болады. Құйрықты кубиктап турап, осылай қуырып аламын. Өйткені бұл бір жағынан денсаулыққа да жақсы, бір жағынан тамақтың дәмін келтіреді. Балдарыңызға да жақсы, иммунитет көтереді. Жаңағы құйрықтың бір пайдасы, ол миға жақсы екен құйрық негізі. Интернеттен ашып оқысаңыздар, өздеріңіз түсінесіздер. Құйрық майымызды қуырамыз, одан кейін үстіне пиязымызды саламыз, пиязымызды қуырамыз. Өзіңізге ұнаған болгарский қоссаңыз да болады, сәбіз де қоссаңыз болады. Просто менің балдарым оны ұнатпайды, сол үшін мен қарапайым түрде үйдегі бар картоп, пияз, фарш, менде үйде фарш бар болды, сол фарштан қолдандым. Осылай пиязымызды қызарғанша қуырамыз, үстіне фаршымыз саламыз. Фаршымызды да қуырамыз бірге. 5-10-15 минут фарш қызарып, әдемі болғанша қуырамыз. Қыздар, фарштың орнына үйде еттеріңіз болса, өзіңізге ұнаған тауықтың еті, қойдың еті, сиырдың еті қолдана берсеңіздер болады. Менде үйде бүгін фарш бар екен, мен бүгін фаршпен жасадым. Фаршымызды жақсылап қуырамыз, одан кейін жаңағы үстіне томатымыз саламыз. Томатпен кішкене тұз, дәмдеуіштерімізді саламыз. Сосын бұны да 1-2 минут қуырамыз. Томат салғаннан кейін 1-2 минут қуырсаңыздар, тамақтың дәмі әдемі болады. И түрі де қып-қызыл әдемі болып піседі. Картошкамызды дайындап, қуырылған салмамыздың үстіне картошкамызды саламыз. Картошкамызды салып, суын құйып, дәмдеуіштерімізді салып, астын орта отқа қойып қоямыз. Картошканы қолданар кезде 1-2 рет қайта-қайта суға жуып алсаңыздар, тамақтарыңыз дәмді болады, крахмалы кеткеннен кейін. Осылай қайнайды, осындай әдемі болып бір қалыпта. Осыны жай басып қоямыз да. Енді сорпаның бетіндегі майды сүзіп аламыз. Бұл не үшін керек? Қазір көрсетемін сізге. Сорпаның бетіндегі майды сүзіп, тура сондай көлемде сұйық май үстіне құямыз. Менде 2 зуала қамыр болды. 2 бөлінген жаңағы қамырымыздың үстіне жаңа өзіміз дайындаған сорпаның бетімен пістемайдан, өсімдік майынан дайындалған сұйықтығымызды құйып шығамыз. Растворымызды құямыз. Қай тілде сөйлерімді білмей қалмай. Растворымызды құямыз. Сөйтіп 1 келкі ғып жағамыз. 1 келкі ғып жағып, 5 минутқа қалдырамыз. Сол кезде майымыз қамырымызға сіңу керек. Сөйтеміз да оны қараңыздар. 5 минуттан кейінгі түрі уже майымыз қамырымызға сіңген. Енді бұны тураймыз. Қалай тураймыз? Осы жалпақ күйінде осылай бөліп шығамыз. 4 бұрышты мантының қамырынан сәл үлкен қылып. Өздеріңізге ұнағандай мантының қамырындай көлемде қылсаңыздар да болады.
Одан мен мантының қамырынан кішкене үлкен қылам, жайманың қамырынан кішкентай қылам. Осылай бір-бірінің үстіне жабамыз. Бір-бірінің үстіне жауып, өзіңізге жаңағы икемді қып, 4 бөлік, 5 бөлік, 6 бөлік қып жасап алсаңыз болады. Мен бір зуаладан, яғни бір қамырдан 3 бөлік жасаймын. Бір-бірінің үстіне мінгестіріп 3 бөлік жасаймын. Сонда екі қамырымда менде 6 бөлік қамыр шығады. Қазір көресіздер, осыны енді сорпаның бетіне апарып, бумен сорпаның суымен пісеміз. Ол өте дәмді. Сіз өзіңіз жасап көрсеңіз, тек салмасыз қамырдың өзін-ақ жегіңіз келе береді. Міне, менде мына 3 бөлік, мына 3 бөлік, менде 6 бөлік. Міне 3 бөлігін салдым мен. Енді мен 3 бөлігі салынды ғой, сол 2 бөліктің ортасы қосылған жерлеріне саласыз. Бірінің үстіне салмаңыз, бір-біріне жаңағы жанына саласыз. Сөйтіп қаппағын жауып қоямыз. 20 минутта дайын болады. Осылай бұрқылдап қайнайды. Осыдан кейін қамырымызды осылай аламыз дегенге, өстіп шетіне қарай өстіп жинап қоямыз. Ортасына салмамызды салып, дәмдеуіштерімізді сеуіп береміз. Өте дәмді. Осы тамақты жесеңіз, қайта жасай бергіңіз келеді. Міне, ас болсын қыздар. Отбасыңызды тәтті тағамдармен, қарапайым, үйде бар заттармен жасап, отбасыңызды қуантуға болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға жазылып, лайк басып, комментария қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған мен Тоғжан.